бір хабарды келтірген ғұламалар. Өте маңызды хабар. Аннасу куллухум маута дейді. Иллал ғулама. Адамдардың барлығы, жердің бетіндегі адамдардың барлығы өлі дейді. Қазір Алла Тағаланың алды. Өлі. Тек қана білімділер, ғұламалар. Олар ғана өлі емес дейді. Ғұламалардан басқалардың барлығы жердің бетінде өлі дейді. Яғни білім иелері деген сөз. Жалғыз ғұламалар емес, Аллах Тағала өзіне білім берген, білім алып жүрген, білім жолында жүргендердің барлығынан басқалары өлілер дейді. Кейін қараңыздар. Вал ғуламау куллухум ниямун иллал амилун. Сол білімге амал жасап жүргендерді айтпағанда, білімділердің барлығы ұйқыда дейді. Біреуі ояу емес дейділер. Ары қарай қараңыздар. Вал амилуна куллухум яғтарруна. Амал істеп жүргендердің барлығы босқа алданып жүр дейді. Иллал мухлисин. Ықыластыларды айтпағанда дейді. Өйткені ықыласпен ғана қабыл болады. Әйтпесе еңбектің бәрі зая кетеді. Енді осы ықыластылар жаңағы шыншылдар. Вал мухлисуна аля хатарин азим дейді. Бұл ықыластыларда үлкен қатердің алдында тұр дейді. Біріншіден ертең Аллах Тағала сұрайды, екіншіден сол ықыласты жоғалтып алмау қатерінде. Өйткені бұл дүние фитнаға толы. Фитна мүминнің жанын қоймай азғыра береді. Ықыластылар дейді, аля хатарин азим, үлкен қатердің алдында тұр дейді. Міне шыншылдар деген нәрсене. Ол шыншылдар аллазина юттуна ма атау. Қандай да бір салиқалы амалдарды істеп алып, ва қулубухум важила. Жүректері қорқады дейді, салиқалы амалды істегеннен кейін. Қабыл болды ма, қабыл болған жоқ па? Мәз болатындай жағдай жоқ әлі. Аннахум иля раббихим раджиғун. Раббымызға қарай ораламыз ертең. Сол кезде Раббым не айтар екен амалым жайында деп қорқып кетеді дейді. Шыншылдар. Міне сондықтан бұлар пайғамбарлардан кейінгі қатарда тұрады. Бұлар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның аузынан шыққан әрбір хабарды ешбір күмәнсіз қағып алады. Міне. Шындықты осылай ұстайды олар. Сосын бұл шындыққа олар ешқашан күмәнданбайды.